болдуңдар Бұл қандай жер тағы? Кітапхана ма? Қиратқыш Ральф қайта оралды. Ей, мен туралы айтып жатыр ғой. Бұл интернет дегеннің құдіреті шексіз екен. Шебер Феликс кішісі менің сүйікті ойыным болған. Менің де. Ральфтың бейне көріністері түк қызық емес. Не? Ақмақтың ойыны. Ральф сондай сүйкімсіз. Оны жек көрем. Өзі быттыған ұсқынсыз. Кірпіш үйіндісінде түк бітірмей жататын кер жалқау. Не кетсің ғой достым? Саған айтатын тамаша. Интернеттің бірінші қағидасы пікірлерді оқымау. Ескертуім керек. Тыңда, пікір жазушылар аузына келгенді көпіре береді. Оларға мән бермей-ақ қой. Сенің еш кінәң жоқ, Ральф. Бұл олардың пасықтығы. Маған бәрібір. Жарай. Жағымсыз болғаным үшін мені өмір бойы жек көреді. Мен үшін шын мәнінде тек мына жүрек қана маңызды, басқасы құрып кетсін. Мұны маған Ванилопа берген. Оған насам болды. Басқасында шаруам жоқ. Интернеттің де керек емес. Тоқта, асығы шешім шығарма. Интернеттің бір сайтынан бақылау бөлігін тапсаң, екінші сайтынан оны сатып алатын ақша таптың. Құттықтаймын, Ральф. Сенің қолыңнан келді. Не? Рас па? Иә, бази аккаунтыңды тексер. Сендерге $27,000 керек еді, ал сен 30-ны таптың. Құдайым-ай! Мүмкін емес! Рахмет саған, сен болмасаң бұл қолымнан келмесін. Өте дұрыс айтасың. Ей, ойбай!